Ғалымдар айтады, білім жинау ешқашанда кеш емес дейді. Білім жинау ешқашанда кеш емес. Ешқандай адам ойламасын, менің уақытым өтіп кетті. Көп адамдар маған бүйтіп таянады. Біздің уақытымыз өтіп кетті ғой, молдеке солай. Балаларымыз оқыса дейді да, сол балаларын сол әйтеуір бір оқыту деген сияқты, енді өзі білімнің қадірін түсінбегеннен кейін балаларымды оқытсам ғой дейді да, сол енді балаларым бір оқытқандай болады да. Мен ешқашанда кеш емес. Жүректерді ашатын Алла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасы бір бізге үйретіп кеткен. Я муқаллибал қулуб, сәббит қалби аля диник. Ей жүректердің әміршісі, жүректерді бұрушы Алла, менің жүрегімді өзіңнің дініңе қарай бұрып қойшы. Я мусаррифал қулуб, ей жүректерді өзгертуші, бұрушы Алла, сарриф қалби аля таатик, менің жүрегімді өзіңе құлшылық етуге бұрып қойшы. Осылай сұрау керек та. Алла тағала өзгерем деген адамның егер шынайы болатын болса, Алла оның ниетін қабыл етеді. Білім ешқашан адамды қалдырып кетпейді. Сол үшін де білім алу маған кеш деп айтпаңыз, ешқашан кеш деп айтпаңыз. Сіз тырысып көріңізші, алып көріңізші, кітап оқып көріңізші, ашып көріңізші. Алла шынайы ғой, Аллада. Кім Алламен шынайы? Алла онымен шынайды. Шынайы түрде үйреніп Алланы танығым келеді, пайғамбарды танығым келеді. Алламен жақынырақ болғым келеді. Алланың елшісімен жақынырақ болғым келеді. Қияметте осылармен бірге болғым келеді. Жәннатқа есепсіз кіргім келеді. Міне соның амалдары. Жасап көрейікші. Білім ешқашан сізді далада қалдырып қоймайды. Субханалла, бір жігіт жазады маған бір күн. WhatsApp-та 5 минуттық сообщение жіберген ғой. Ананы бүкіл тыңдап келетсем, не істеген? Қатты ауырып қалған. Больницаға түсіп қалған. Сөйтіп больницаға түсіп қалса, жанында жататын бір кісі бір дінге деген көзқарасы дұрыс емес адам екен да. Дінге деген көзқарасы дұрыс емес. Мынау бейшараға неше түрлі сұрақтарды жаудырта берген. Маған жазады, ұстаз, біреуіне де жауап бере алмадым дейді. Өзімнің дінімді қорғай алмадым дейді. Өзімнің дінімді қорғай алмадым дейді. Өте қатты өкініштемін. Содан кейін біраз жыладым дейді. А неге мен сол осы операционный койкаға сол